Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетемін. Үйрену өте оңай. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, қазақ тілді каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосып, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіз. Осылайша көпшіліктің көруіне себепкер болыңыз. Мен бүгін сіздерге көздің жауын алатын әдемі конверт құрағын үйрететін боламын. Ол міне. Ол үшін бізге ендері 10-10 ақ түсімізден 2 шаршы, ендері 10-10 қызыл түсімізден 2 шаршы қажет. Және бізге қажетті ені 8 сантиметр ақ және қызыл түстерден мата жолақтары қажет. Бізге осы жаңағы құрақ көзімізге қызыл түсімізді тігіп аламыз. Осындай міне шаршыдан 2 қажет. Міне 2 шаршымыз дайын болды. Размері 24-24. Енді осы ортасын ортасын қызыл қылып, жанын ақ қылып, дәл осындай қылып 2 шаршы тігіп аламыз. Міне 2 шаршымыз дайын болды. Осылай дайындап алдық. Міне осындай шаршыларымыздың арттарын осылай сызып алдым. Қызылды да, ақты да. Енді осыларды қиямыз, барлығын да қиямыз. Міне шаршыларын қиып алдық. Осыларды осылай өтіп тігіп аламыз.
міне осылай шаршыларымыздың бәрін тігіп аламыз дайындап. Міне осындай 4 шаршы дайын болды. Енді бұдан біздер ерекше құрақтың несін түрін шығарамыз. Бұдан 4 түрлі құрақтың узоры шығады. Сіздерге бірінші көрсетем. Бірінші мынадай түрі шығады. Ортасына қызыл түсті қойып, осылай тігулеріңізге болады. Бұл бірінші түрі. Міне екінші түрі, ортасына ақ түсіміз түсті. Осылай екінші түрін істеулеріңізге барады, өздеріңізге ұнаған. Типі 8 жапырақ сияқты қылып, осындай түрлі қойып та құрауларыңызға болады. Және төртінші түрі осылай құрауларымызға да болады. Қалаған түсті де қалаған түсті өзіңіз таңдай аласыз, қалаған узорды да өздеріңіз таңдай аласыздар. Мен мына 4-ші түрін таңдайын. Енді осылардың бастарын біріктіреміз. Міне осындай болып шықты. Енді мына екеуінің басын біріктірем. Міне мен екіншісін тігіп қойдым. Енді осы екеуін бір-біріне осылай бекітеміз тігіп машина. Міне құрағымызды тігіп неседік, бастарын бекіттік. Міне осындай ерекше әдемі көздің жауын алатын әдемі құрақтың түрі шықты. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.